Сәлем бәріне. Аслым екеміз бүгін почтадан мынандай посылка алдық. Ол менің кітабым. И посылканы пока күтіп отырғанша заказали фри, хот-дог, пепси. Наконец-то. Үйге қайтып бара жатырмыз. Мама! В общем, сол сағат 1-де келгенбіз, сағат 2 болды. 1 сағат күтіп отырып, еще очередь күтіп, наконец-то кітабымызды алдық. Қазір үйге барған соң қандай кітап екенін көрсетеміз, иә? Күшті кітап па? Көрсетеміз, да? Балаларға арналған ертегі кітап. Сәлем, достар. Наконец-то үйге жеттік. Шаршап қойып. Посылкамыздан кітапшаны ашайық. Ішінде қандай кітап екенін көрсетеміз. Пока мен ашқанша, Асылым өзінің бұрынғы алған кітаптарын көрсете береді. Бізде мынандай елу ертегі деген кітап бар. Оның артында мынандай солар беттерінде мынандай жұмбақтар бар екен. Осыны жақтырып ойлауға болады екен. Осылай. Ары қарай оқиды, былай оқи береді. Одан кейін мынандай жұмбақтар бар әртүрлі. Сосын бізде мындай ертегі бар. Мынау ештеңе танам келеді деген кітап. Ішінде мындай суреттері бар. Іші күшті. Оқығым келіп жүреді, бірақ оқымайын да. Қызықпайды екен. Асылым оқығысы келмейді, жалқау. Алланың пайғамбарыңды танығым келеді деген бар. Сосын ішінде тоже анау сияқты нелері бар, суреттер осындай. Өте қызық. Әзірге Асылымның ешқайсысын оқыған жоқ, бірақ мамасы оқып тастады, тек мынау ғана қалды. 50 ертегі 70 жұмбақ деген кітап. Өзінде кішкентай-ақ мындай. Бірақ ішінде беттер көп. Асылым бұның ішіндегі жаңағы арт жағындағы жұмбақтарды оқыды. Жұмбақтарды шешімді алып отырдық, Асылым оқып отырды. Асыл 1-ші класс оқиды. Сондықтан күшті оқымаса да, әйтеуір оқиды, ежіктеп болсын, иә Асыл. Ал мына кітаптарды әзірге Асылым сатып алдық. Бұл үшеуінде Каспийден заказ берген болатынбыз. Енді бұл мына екеуін әзірге Асылым әлі оқуға шамасы жетпей жатыр. Жетсе де кішкене түсінбейтін шығар әлі де. Мен оқып берем, кейде мазмұндап айтып берем. Сосын сәл өскенде оқиды деген үміттемін. Содан кейін тіліне сәл қиындау болғаннан кейін жаңа кітап заказ бердік. Бұл кітап енді керемет. Мынаны қараңыздар. Ақгүл Амантайқызының кітабы. Бұл кітапты біз деген Асылымыз 1 ай бұрын күттік. Өйткені бұл кітап деген әлі басылымға шықпай тұрып, басын көрсетейін. Бұл кітап басылымға шықпай тұрып, біз заказ беріп қойғанбыз. Сосын басылымға шықты деген күннен бастап, басылым деген не ғой? Кітап шығаратын жер ғой? Сол кітап шығаратын жерден әлі шықпай тұрып, предзаказ жасап қойып, содан кейін бар, наконец-то деп алған болатынбыз. Енді бұның іші деген масқара екен, қандай қалың кітап екен. Мен вообще ожидание реальность болып тұр. Ожиданиеда сәл андай жұмсақтау кітап шығар деп ойладым. Оказывается, қалың, қатты кітап екен. Ішінде деген ертегінің түрі бар екен, қараңыздар. 50 шақты ертегі бар. Бұны ойдан шығарған кітап просто. Иә, бұл психологтың өзінің ойынан шығарған ертегілері. Бұл ертегі жай ғана ойдан шығармаған. Бұл деген өте мағыналы кітап екен. Мысалы, бізде Шұға мен сиқыршы бағбан деген бірінші тақырып болса, дәл осы тақырыпқа жауапкершілікке баулу, еріншектік туралы айтылған екен. Бірінші бетте. Әдемі суреті бар, Аташкамен бізге. Мысалы, келесі ертегі ақ тышқан мен қоңыр тышқан болса, мынандай ертегі екен. Ақ тышқан мен қоңыр тышқан. Бұның түпкі мағынасында бауырлар арасындағы жанжал, бауырлардың жиі дауласуы туралы айтылған екен. Және де айтпақшы, бұл кітапты оқи алмайтын балаларға арналған, мындай QR бар екен. Осыны басып алса, сонда кітаптың аудио кітабы шығады екен. Және де ата-анамен бірге талқыла деген мындай ертегінің астында тапсырма бар екен. Бұл тапсырмада жаңағы мына ертегінің мысалы бір сұрақты оқиық. Ақ тышқан мен қоңыр тышқан неге ұзақ уақыт бойы бір-бірімен достаса алмады деген. Осы ертегіге байланысты түйіндемелер бар екен. Видеода мүмкін мен бір ертегін оқып берсем, сосын Асылым екеуміз талқылайық.
сонда мүмкін түсінікті болар деп ойлаймын. Бұл негізі кітапқа реклама емес, просто мен Асылымның тіл байлығын дамытқым келеді. Одан бөлек ақыл ойын, өрісін, жаңағы талқылауға келген кездегі Асылымның ойын білгім келеді. Сол үшін осы кітапты алған болатынмын. Негізінде бұрында Асылым кішкентайырақ болған кезде мен өзімше ойдан құрастырып ертегілер айтып беретінмін түнде. И соның түйіндемесін сұрап отыратынмын. И уже фантазиям бітіп, менің аяғында ертегі бітті. Зато тура сол нәрсені алдыма өйстіп алып келіп отыр деп кітап бойынша. Иә? Енді осы ертегінің біреуін оқып көреміз ба? Давай. Қанатсыз қарлығаш деген ертегі бар екен. Өте қысқа да нұсқа. Бұл тақырыптан өзін төмен санау, өзіне деген сенімсіздік, қорқыныш туралы айтылады екен. Қанатсыз қарлығаш. Бір жылы өлкеде қарлығаштар мекендейтін үлкен ағаш бар еді. Бұл ағашта көптеген қарлығаштар өмір сүрді. Олардың бәрі ұшып аспанға еркін самғап жүрді. Бірақ бір кішкентай қарлығаш, ақкербез, басқалардан өзгеше еді. Ақкербездің қанаттары әлсіз болатын. Ол қанша тырысса да биікке көтеріле алмады. Басқа қарлығаштар аспанда еркін ұшып жүргенде, ол ағаштың бұтағында үнсіз отыратын. Жаңа сен бір қызды көрдің ғой мектепте. Сол кезде айттым ғой, ағысынан жалғыз отыр деп. Сол сияқты болып отыр ғой қарлығаш. Мен ұша алмаймын, мен басқалар сияқты мықты емеспін деп ойлайтын. Ақкербез күн сайын достарының қалай әдемі самғағанын көріп, өзіне ренжитін. Сен қазір түсініп ал, осыған сұраққа жауап беріп отырасың, жүре ма? Ол өзін пайдасыз, әлсіз, басқалардан төмен санайтын. Бір күні қатты дауыл тұрды. Барлық құстар аспанда жүреді. Кенеттен жел күшейіп, қарлығаштардың бірінің қанаты жарақаттанды. Ол ұша алмай жерге құлады. Барлық құстар қорқып кетті. Бірақ дәл осы кезде Ақкербез жараланған досына қарай жүгірді. Ол қанатын сермей алмайтын болса да, жер бетінде жылдам жүгіре алатын еді. Ақкербез достарын көмекке шақырды. Ол жараланған қарлығашқа жапырақтан төсеніш жасап, оны қауіпсіз жерге апаруға көмектесті. Түсініп отырсың ғой, Қалған қарлығаштар келіп, Ақкербез, сен бізді құтқардың. Егер сен болмағанда, біз достығымызды жоғалтып алар едік деді. Сол сәтте Ақкербез бірінші рет өзіне риза болды. Ол ұша алмаса да, оның басқа қабілеті бар екенін түсінді. Мен де маңызды екенмін, мен де қолымнан көп нәрсе келеді деп күлімсіреді ол. Содан бері Ақкербез өзін ешқашан басқалармен салыстырмады. Ол өз ерекшелігін қабылдап, әркімнің өз орны бар екенін түсінді. Ал енді Ақкербез өзін басқалардан кем санаған кезде қандай сезімдерді бастан өткерді деген сұрақ қойды астына. Ақкербез өзін басқалардан кем санаған кезде қандай сезімдерді бастан өткерді? Қандай сезімдерді бастан өткерді? Басқалардан кем санаған кезде. Өзін қандаймын деп ойлады? Ұша алмаймын. Мен ұша алмаймын деді, сосын өз-өзіне ренжіді. Мен басқалар сияқты мықты емеспін деп өз-өзін естеді, басқалардан төмен санады. Ал сол кезде қандай сезімде болады адам деген? Басқалары күшті болып тұрады да, сен өзіңді қандай сезесің? Әлсіз, жаман сезімде болады да. Ол өзінің мықты екенін қашан түсінді? Басқаларға көмектескенде, иә? Ол не деп ойлады сосын? Одан кейін ол өзін мықты санады. Не үшін мықты санады? Ол солдап жүгіріп, досына көмектесті. Иә, сонда қалай деді? Мен де басқаларға көмектесе алады екенмін ғой, иә? Мен де басқалар сияқты көмегім тиетін құс екенмін ғой деп өз-өзін мақтады, иә? Өз-өзіне риза болды, иә? Егер сен Ақкербезге кеңес берер болсаң, онда қандай сөздер айтатын едің? Сен молдайма, сен де бір көмек тиетін құс боласың. Әркімнің өз орны бар деген сөз, иә? Әркім өз орны бар, әркім, каждый идеальный, по-своему, да? Мысалы, сен қандай қабілетің бар? Мен тез жүгірем. Тез жүгіресің ба сен? Мәссаған. Сосын басқаларға қандай көмек бере аласың сен? Мұңайма, жылама. Қолдау көрсете аласың, да? Вот, осы сияқты балалармен общение жасай аларыңыз келсе, кітапқа осындай бір заказ беріңіз. Енді заказ беріңіз деп айтпаймыз енді. Енді білмеймін. Әркім өзі біледі ғой, дегенмен де
Менің ойымша әр үйде осындай бір әдемі кітап болуы тиіс. Және де бұл кітап үлкен әріптермен жазылғандықтан жаңадан оқып жүрген балаларға бұл өте оқуға жеңіл кітап деп ойлаймын. Асылым осыған дейін кітап көп оқи бермесе де, бүгіннен бастап кітап оқимын деп уәде берді. Енді осы кітапты бүгіннен бастап оқимыз. Сен тағы не алғанын көрсеткің келіп тұр ма? Ал, давай. Мында пенал алдық. Айтпақшы, Асыл мына кітапты оқып бітірсе, күшті бір сыйлық сыйлаймын. Бірақ қандай? Бірақ айтпаймын. Көреміз. Қараңыздар, менде мынандай фломастерлар бар. Мына фломастерлар краска сияқты да. А мына жақта карандаштар, сосын мында мел сияқты карандаштар да. А мында не краскалар. Просто бір нелермен көрмейтіндей қылып тастадым. Еще фломастерлардың бір күштісі, фломастерлары сызған кезде краска сияқты сызылады екен, күшті, иә? Біз уже бір раз краскаларды бояп үлгердік. Бұл сыртынан идеяларым да. Мен ішіне бір басқа заттар салайын деп ойлаған едім, енді салдым. Осымен біздің бүгінгі видеомыз аяқталды. Қызық болса, лайк басыңыздар. Және комментарий жазылмайды екен, бірақ бізге подписация етіп қойыңыздар. Пока-пока. Сіздерге бір көмегі тиетін видеолар салуға тырысамыз. Сондықтан бәріне сау болыңыздар.